Ассалаумағалейкум, қадірлі қазақ елі, құрметті желі қолданушылар. Сізбенен біз жаңа көріп отқанымыз жоқ, бір-бірімізді көріп, тыңдап, сізді мені сіз тыңдап жүрсіз. Ізетпен, құрметпен бір-бірімізге деген құрметіміз бар, ізетіміз бар деп білемін. Қазақтың бас ақыны деп Мағжан Жұмабаев айтқан, Хакім Абайдың міне күні ертең туылған күні деп айтамыз. Жалпы Хакім Абай 181 жасқа толады. Алла тағала алтын артындағы қалың елі қазағының бүгінде осындай берекелі ел, дәулеттіне, сәулетіне дәулеті сай қасиетті қазақ деген топырақта бүгін ел болдық. Надандық жеңдік, ізгілікке қол жеткіздік. Дархан даналарымыз, жомарттарымыз шүкір бар. Қандай да бір қараңғылықтың көгіне шықтық. Кешегі Абай мыңмен жалғыз алыстым деген кешегіндегі жалғыз өз алысқан мыңдаған надандықтар, кері тартпаушылықтар, осындай дүниелердің баршасы да саябырсып, кейбіреуі тіпті жоқ болды десек те болатын шығар. Хакім Абай бұл даналығыменен, бұл ата-ана сыйлауыменен, жаратушыны тануыменен, ұстазға бойсынуыменен, туған жерге деген махаббатыменен ерекше болған кісі. Әлемге көзқарасы бөлек, шынайы, боямасыз қарап, өзін шыңдай білген. Жас болса да ерте еңсесін көтерген, еңселі ер азамат болған. Абай жолынан біз оқып біліп жүрген сол бір жапырақ қазақтың баласының жетілу жолы, бұл даналықтың жолы деп айтсақ болады. Әже көрген зередей, ана көрген ұлжандай, Құнанбайдай қатулы да қатаң талабы күшті әке көрген, айналасындағы көке жәкесі, ағасы, түрлі бірі бірлікке, бірі билікке, бірі малға ұмтылған осындай аласапыранның ортасында дана болып, дүниеге бой алдырмай, өзінің тілін айтқанда, аяғын шалдырмай, аман есен адамдықтан өтпей даналыққа жеткен кісі деп білеміз. Абайдың туылған күні құтты қайырлы болсын, артындағы халқының жасаған дұғасы қабыл болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын, шаңырақта келген балдар Абайдай дана болсын ағайын.